жақта қоныс аударған көштің алғашқы легімен келген екенсіздер. Моңғолдағы ең үлкен ұлт моңғол, одан кейін екінші қазақ ұлты болды. Кейін кезде қазақ көші сиреп қалды деген пікірді жиі естиміз. Тіл мәселесі тек қана қандас емес, жалпы біздің мемлекеттің қазіргі бірінші проблемасы. Қазақ жастарының Қазақстанға келіп жұмысқа тұру жағын заңды тұрғыда реттейтін механизмін жетілдіретін тетіктер бар десеңізші. Бізге не бересіңдер деп емес, біз не бере аламыз. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, армысыздар, қадірменді халайық. Көзі қарақты патша көңілді көрерменнің назарына қандаспен келген қазына атты хабарымыздың кезекті санын ұсынамыз. Отандастар қоры коммерциялық емес акционерлік қоғамы қолға алған тың жобаның бүгінгі құтты қонағы сонау Моңғолиядан қалың қазақтың қаймағы бұзылмаған Қобда мен Баян-Өлгей өңірінен келіп талай қандасымыз сұхбат беріп еді. Бүгінгі студиямыздың құтты қонағы сол Моңғолияның астанасы Улан-Батыр қаласында қанаты қатайып, қабырғасы бекіп, өзінің тарихи отаны Қазақстанға бала кезінде қайта оралған қандасымыздың бірі. Ал тап қазіргі таңда Қазақстан Республикасы Ақпарат және Қоғамдық даму министрлігі Дін істері комитетінің жиынтық талдау және жоспарлау басқармасының басшысы Асылбек Байжұма мырза біздің қонағымыз. Адамдық амандықтан басталады. Алдымен ассалаумағалейкум деп қолыңызды алайық, Асеке. Енді мен жаза басып жаңылмасам, тап қазіргі таңда биыл тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойын атап өтіп жатқан еліміздегі мемлекеттік қызметтің, демек бүгінгі биліктің биік сатысында білдей бір басқарманы басқарып отырған азаматтың бірі өзіңізсіз. Дәл осындай биліктің биігінде жүрген азаматтардың алды болып сұхбатқа алғаш рет келіп отырсыз. Қадамыңыз құтты болсын. Енді Асеке, амандық саулықтан соң мынау арқаның 6 ай қысы басталды. Хакім абай қараша желтоқсан мен сол 1-2 ай қыстың басы бір ерте біреуі жай дейді. Өзіңіз осы астаналық облыстың бірнеше ауданында белді де беделді қызметтер атқардыңыз. Мәдениет саласы, мынау идеология, оның ішінде ішкі саясат пен дін істері жөніндегі бөлімдерді, басқармаларды басқардыңыз. Бүгінде енді министрліктің комитетіне қарасты басқарманы басқарып отырған азаматтың бірісіз. Енді ол жөнінде сәл кейіндеу. Бісмілләні бірінші балашақтан басталатын сияқты, сіздің балалық шақтан бастасақ, осы сұхбатқа дейін әдетте көптеген тілшілер спикермен алдын ала кесіп пішіп, келісіп, кеңесіп, ананы айтайық, мынаны айтпайық деп пысықтап алып жататын сұхбатты. Ал біздің сұхбатымыз өзі аяқ астынан әңгіме дүкен құрғалы жатқан бір әдемі бас қосу болғалы тұр. Сондықтан сол балалық шақтан бастасақ, 91 жылдың желтоқсанында тәуелсіздікті алған болсақ, сіздер сол азаттықтың ақ таңын атпай тұрып, атажұртта қоныс аударған көштің алғашқы легімен келген екенсіздер. Әңгімені осыдан бастасақ. Ал енді армысыздар, құрметті ағайындар, мынау сұхбатқа шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Расында 91 жылдың наурыз айына дейін біз Қазақстан туралы және Қазақстанға көшу туралы ешқандай бір әңгіме де жоқ, ойда түсте жоқ, ойын күлкімен жүрген бала болды. Бірақ сәуір айында қазақ КСР-ның үкіметінің 18 қараша күнгі қаулысы шығыпты. Ол жерде еңбек мигрант ретінде Қазақстанға көшуге болады екен, сондай мүмкіншілік ашылыпты деген хабар бүкіл Моңғолиядағы 120 мыңнан астам қазақтың ішіне кеңінен тарады. Енді Моңғолияда қазақтар ауған басқа да енді мемлекеттер сияқты соғыс жағдайындағы бір қиналып жүрген халық емес еді. Әрқайсысы өз саласында білім алған, мал саласы, ауыл шаруашылық саласы, бизнес, технология, мемлекеттік қызмет болсын, жазушылық, ақындық, өнер салаларын барлық жерде барша моңғолдың басын идіріп, Моңғолдағы ең үлкен ұлт моңғол, одан кейін екінші қазақ ұлты болды. Сол қаймағы бұзылмай тұрған, тіпті жаңағы айтып сөз болып отырған Баян-Өлгей аймағының 95% қазақ тұратын. Оның ішінде осы Моңғолия тәуелсіздік алған уақыттан бері 21 жылдан бері 20-дан астам министр, депутаттар шыққан. Сол Моңғолияның тіпті Баян-Өлгей аймағын ешқашан моңғолдың азаматтары басқарып көрмеген. Сондай тап-таза мекенде бір күнде дүрбелең басталып кетті.
міне осы дүрбелең біз мынау ішкі аймақ дейміз, Ұланбатыр жақ, оның ар жағындағы ауылдардың барлығына дейін халыққа жетті. Үлкендеріміздің арасында бас қосулар көбейіп кетті, әңгіме көбейіп кетті. Біз енді бала болғаннан кейін ол әңгімелердің шет жағаларын естідік, бірақ біздің өз арамыздағы балалық әңгімелер болды. Жаңағы Қазақстанға барғаннан кейін бір күні төсектің басындағы басып қалсаң астынан тәпішке шығып келеді екен. Шай ішкің келсе қабырғада бір күні тұрады екен, соны басып қалсаң ақ шай, қара шай, кофе деген шыға келеді екен деген сияқты неше түрлі қияли әңгіме, бірақ біз үшін ол кезде шындық сияқты көрінді. Және біз өзіміздің балалық ойымызда Қазақстанды туп-тура сондай мемлекет сияқты елестеттік. Сондай бір дамып кеткен. Себебі мен өзім моңғол халқының ішінде оқығаннан кейін ешқандай жаңағы сен қазақсың деп бөлу немесе бір шеттетудің өзі көрген емес. 42 оқушының ішінде оқығандар ең үздік оқушы болдым. Және де олармен ойнағанда да басқа, бірақ кейде бір керісіп қалған кезде сен қазақсың дейді бізге. Сен қазақсың дейді. Біз сол кезде кәдімгі енді ашуланып қалатынбыз. Сен мені бөлектеп қазақ деп айттың. Енді неге моңғол деп айтпадың дегіміз келіп тұр ма, түсінбедім. Сондай бір тек анасында болған оқиғалар болды. Кейін жаңағы осы біздің арқа сүйеріміз, артымызда бір мемлекетіміз бар, Қазақстан. Сол Қазақстанды сол кезде балалық оймен ойлағанда керемет дамыған мемлекет болуға тиіс сияқты көрініп тұрды. Жаңағы айтқан кнопкалардың барлығы сол мемлекетте болуға тиіс деп есептедік. Және оны біз ары қарай жаңағы белсенді түрде таратушылардың қатарында болдық. Әрине бала кішкене қосып та таратып жібердік. Бала кездегі балаң арманмен оған алғаусыз көңілмен сендіңіздер. Сендік. Содан кейін жаңағы осы 91 жылдың наурыз айында біздің ұлы атамыз кезінде Осман батырдың қасында жүрген үлкен қажы, молла, елге белгілі Құрман Шүкір қажы деген атамыз қайтыс болардан бір күн бұрын, балаларым, мен түс көрдім, түсімде ұлы көш болады екен. Ол көште менің екі ұлым түйеге жүгін артып алып кетіп барады екен, бірақ мен қол бұлғап едім, қарамай кетті. Түбінде сендер кетесіңдер, мен қаламау деген. Оны енді біз аяғы түс болды ғой. Үлкен кісінің енді бір алжыған әңгімесі деген сияқты қабылдай салдық та аса көп мән берген жоқ. Бірақ өкінішке орай жаңағы наурыз айының 17-сі күні ол кісі бұл өмірден өтті де біз май айдың аяғына қарай осы Қазақстанға қарай жол тартып кеттік. Ең алғашқы көш болғандықтан бізді Ұланбатырдан парламенттің депутаттары, жаңағы мемлекеттік орталық телеарна, оркестрмен, гүлмен шығарып салды. Біз мына Ресей арқылы Наурызкөл қаласынан бастап Новосибирскіден бір пересадка жасадық. Кейін осы Алматының жаңағы Сарыөзек станциясына келіп түстік. Себебі сол 91 жыл қаулы бойынша Сарыөзек ауданын еңбек мигранттармен толтыру деген бір келісімшарт жасалған. Сондықтан біз сол Сарыөзекке жұмысшы ретінде, мигрант ретінде алғаш келген екен. Оны қазір құжаттардан біліп жүрміз, ол кезде біз ондай бала кезімізде оны білгеніміз жоқ. Демек ұлы көштің алғы шебі алдымен Алматы облысы Жетісу жеріне қоныстанудан басталды. Сол кезде мынау біздің бала кезіміздегі жаңағы айтылған кнопкалардың біреуінің де жоқ екендігін көрдік. Біздің бір атамыздың УАЗ 469 деген ескі жүрмейтін бір машинасы болды. Ол кісі оны сармайдай сақтап үйдің басында ұстайтын. Соны Қалжыңбас ауылының жігіттері сатқызбай қойды. Сіз бұны сатпаңыз, бұны Қазақстанға апарсаңыз, оған су жаңа машина береді екен. Баспа айырбастап, пойыздан түсе салысыменен айырбастап береді екен дегенге сеніп, ол кісі сол кезде машинасын алып келген жағдайлар да болды. Кейін әрине оны ешкім ондайға айырбастап берген жоқ, машина сол күйі қалды. Міне сондай да бір қызық жағдайлармен сол бір апта бойы пойыздың ішінде біз бүкіл Ресейдің территориясын аралап келдік. Қашан жетеміз деген бір арман болды. Қанша жеткенмен арамызда аяқ ауыр үлкен кісілер болды, аналар болды. Қатты шаршадық деуге болады. Bir апта бойы пойызда жүру оңайға тиген жоқ. Кейін мына Новосибирскінің вокзалына кіріп келген кезде біз 50-ге жуық семьямыз, бала шағамызбен енді бір 200-ге жуық адам болуымыз мүмкін. Сол кезде жаңағы циган деген халық емен-еркін вокзалдың ішінде көпіртіп жастығын төсеп гитарамен ән айтып жатады. Солармен біз араласып кеткен кезде қайсымыздың циган екенімізді, қайсымыздың Алматыға келгенімізді білмей қалдық, араласпай кетті. Кейін жаңа Сарыөзек станциясынан түскен кезде шын айту керек, бізді ешкім де қарсы алған жоқ.
түн ішіндегі түстіктер жаңағы жүгімізді ортаға үйіп тастап қаншамадан таң атқанша сарылып сол вокзалда жаттық. Арасында бір аяғы ауыр жеңгеміз босанатын болып, орыс тілін білетін менің әкемменен бір-екі ғанам бар. Әйтеуір сол тіл білгеннің арқасында аудандық ауруханаға жеткізіп, ол кісі сол күні сонда босанды. Және оның есімін ақсақалдар аман есен елімізге жеттік деп елші етіп ортамызға келген. Бәрекелді. Өзінде осыны сұрақ алу керек. Сонымен жаңағы ертеңінде таңертеңге қарай әкімшіліктің бір адамдары келіп бізді қалалық әкімдіктің ғимаратына келіп сол жерде тамақтандырды. Кейін сол жерге қондырды. Ертеңінде Сарыөзектің ар жағында Қоғам деген ауылға алып келді. Сол қоғамның шетіне тізіп қойып, шын айту керек, кішкене бір ренжитіндей жағдайлар болды өздері. Қойша тізіп қойды да, ешқандай мамандығына қарамастан, ол арамызда қаншама интеллигент адамдар болды. Бір емес 2-3 жоғары оқу, Совет одағының кезінде оқып бітірген инженерлер болды. Олардың ешқайсысы сенің мамандығың үшін жұмысың қандай деп сұраған да жоқ. Түгел малға барасыңдар деді, әр ауылға бөліп тастай салды. Сөзіңіз аузыңызда, осы кезде одақтың ойраны шығайын деп жатқан кез, келмеске кеткен кеңестік үкіметтің кішкене қабырғасы күйреп жатқан кез еді ғой. Бұл шын айтқанда бір ойлана шақ еді. Сол кезде жаңа сіз айтқандай келдің-ау, кеттің-ау деп жатқан ешкім жоқ. Одан кейін Моңғолиядан атажұртқа ат басын бұрған ағайындардың көбісі оқыған, көз ашық көкірегі ояу, мемлекеттік қызметте, жалпы өз саласында көш бастап жүрген азаматтар да болды ғой. Бірақ бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, бірақ сен кімнің кім екені маңдайына жазуы тұрмайды ғой. Алып келіп көбісін осы малмен жан баққан қазақпыз ғой деп малдың соңына салып қойды деген әңгіме бар. Ол дұрыс, өте көп ондай жағдайлар болды. Қаншама оқыған, тоқыған, Моңғолияда шын айту керек, атағы жер жарып тұрған азаматтардың барлығы осында келгеннен кейін отар-отар қойып дала кезіп кеткен жағдайлар көп болды. Және ол кісілер біз мал бағып кеттік деп ренжіген жоқ, ешқайсысы. Біз елімізге келдік, ата-бабамыздың арманын орындадық. Біздің мысалы үлкен аталарымыз Қазақстан деген ел бар еді. Сол жерде мынау Семейдің сондай жерінде, Аягөздің тұсында, Марқакөлде бәленбай деген туысым қалып еді, інім қалып еді деп қатты аңсап айтып отыратын. Барсаңдар бір уыс топырағын ала келіңдер. Ол арманға ол ата-бабаларымыз жете алмаса да, біз соған жеттік. Біздің маңдайымызға Алла Тағала сол осындай 91 жылы Қазақстанға қайтуды бұйырған екен. Біз сол бақытты ұрпақтардың қатардан шыққанымыз өзімді таңғаламын. Неге менен кейін ұрпағымыз, немесе біздің алдымызда ұрпағымыз дәл бізге осы таңдау түскеніне бір жағынан Аллаға ризашылық білдіреміз. Әрине тұрмыстық деңгейдегі қиындықтар өте көп болды. Оның ішінде біз енді ішкі Моңғолияда моңғол тілінде оқып, моңғол тілінде білім алғаннан кейін қазақ тілінде сөйлеу және орыс тілінде сөйлеу деген біз үшін өте қиын болды. Тек моңғол тілін білесіз? Тек қана моңғол тілін. Қазақтың орыс тілін білмейсіз. Енді түсінеміз қазақшаны. Барып келіп шауып келден артық аса алмаймыз, айта алмаймыз. Өте қатты бізде тілімізде акцент болды. Мына қазақтың қазіргі 42 әріпінің ішіндегі ғ, ң, у сияқты әріптерді түсіне алмай, оның не қажеті бар деп таңғалатынбыз. Неге оның соңына міндетті түрде құшып шығу керек? Онсыз байқайсақ болмай ма деген сияқты. Кейін мектепке келгенде енді біздің жаңағы әкемізді мен Байжұма деген кісіні енді моңғол қазақтардың көбі біледі. Бұл кісі Моңғолияның алғашқы инженер химигі, Саратов, Москва қаласында әскери жоғары білім алған азамат. Сол кісі біздің осы моңғол болып кетуімізден қорықты. Біз болашақта жұтылып кетеді ғой, үлкен жұтылып кетеді мемлекетте көңілдің арасында. Ал тұрмыстық деңгейге келетін болсақ, ол кезде біздің тұрып жатқан үйіміз, мініп жүрген машинамыз, жаңағы бәке-бәкеде моңғол болсын, қазақ болсын, аяқ қолымызды жерге тигізбей тұрған тіршілікті бір-ақ күнде тасайсақ, әлі есімде СССР деген бір мынандай кішкентай сумка болды. Әкеміз айтты, ештеңе алмаңдар деп. Ол жақта бәрі бар. Адам жанынан басқасын бәрі табылады. Бұны сендер Моңғолиядан Қазақстан көшіріп барып не пайданы тастаңдар деп бізге тастатқызып, сол бір сумкаға киімімізді салып қана келгенбіз. Не кесеміз жоқ, не қасығымыз жоқ. Сол жаңағы Үйгескен деген ауылға әкемді химия пәнінің мұғалімі болсын деп апарып тастады. Мектептің бір бөлмесінде тұрдық, көрші қолымдардан жаңағы кесе сұраған, қасық сұраған деген сияқты алғашқы тіршілік бастадық. Сонда сол ауылдың управляющий бізге 100 рубль ақша берді. Бұл біздің осы Қазақстанға келген 30 жылда көрген алғашқы көмегіміз соған болды. 30 рубль. Сол 100 рубльменен біз оның өзін біздің шешеміз марқұм
бұрынғы заман кеткен аңқау адам еді. Сол кісі біз бір күні ағамыз үшеуміз ауылдың сыртынан табиғат тамашалап келеді деп қайтып келсек, бір топ тәжіктерді кіргізіп шай беріп отыр екен. Жаңа үйдегі бар жоқ жүрегін соларға бере саттық. Мына кісілер Құран оқитын адамдар екен. Сонымен бір тиісі қалған кезімізде болды. Енді содан кейін енді Алматы жақтан көшкен себебіміз осы мына арқа өңіріне ауа райы бізге жақпады. Себебі ол жақтың ауа райы өте ыстық болады. Жетісуды жерсіну қиындау болды. Себебі Моңғолияның кішкене қарасұлықты климаты осы арқаның жерімен үйлес келеді. Иә. Сондықтан осы жаққа қоныс аударуға тура. Сондықтан да сол өзімізге ұқсас табиғат іздеп ең алғаш Қостанай облысының Ленинский район дейді, сол Покровка деген бір совхоздың орыс совхозына келдік. Бірақ өкінішке ол жерде қазақ мектебі болғаннан кейін орыс мектебі болғасын мені Қостанай қаласының түбіндегі Роялтын Сәрін атында қазақ мектеп интернатына келіп тастап кетті. Мен сонда оқып 7-8 классқа дейін білім алдым. Бірақ одан кейін Көкшетаудағы туыстарымыз болғаннан кейін соларды жағалап осы Көкшетауға 97 жылдардың маңайында көшіп келдік. Жақсы, енді бұл кішкене шегініс жасадық. Себебі өткенді білмей, ертеңді болжау қиын ғой. Енді бұл тәуелсіздіктің 30 жылдығы аясында бір өткен күннен белгі көп қой, соны бір еске алдық. Меніңше бұл ескірмейтін естелік. Сіздің бала кездегі балаң арманмен келген Асылбек мырзаның жадында жатталып, санасында сақталып қалған күндер ғой. Енді жалпы біз қанағатшыл халықпыз. Бұдан жаманымызда да тойға барғанбыз деп, жаңағы барға қадаған жоққа салауат деп, мына арқаның жерінде өсіп өндіңіз. Осы жерге байқап отырмын, Жетісудың жеріне алғаш келген албырт жастар мен балғын балалар тілдің көбісін осында келіп тіл сындырдыңыздар. Мына арқаның жерінде өсіп өндіңіз. Ал енді қазір қарап отырсаң, кем-кетіктер көп болды ғой. Бірақ дегенмен атажұртты аңсаған ағайынның қарасы қалың еді. Бұл ұлы көштің бір алып толқыны сияқты. Кейін кезде қазақ көші сиреп қалды деген пікірді жиі естиміз. Сіздің ойыңыз? Дұрыс айтасыз, қазақ көші 90 жылдардан қарағанда сиреді, себебі ол кезде ақпарат заман емес. Ақпарат адамдардың айтуыменен таратылып тұрған кез. Қазіргі кезде Моңғолия болсын, қай мемлекетте болсын, бәріміздің Қазақстанда ақпараттың ерекше дамыған уақыты, олар Қазақстан жаңалықтарын 5 минутта интернет арқылы біліп отыр. Екіншіден, екінші толқынның интеллигенциясы, екінші толқынның сол Моңғолияның өзінде қазір жаңағы бизнесмендер, басқа саланың азаматтары қалыптасып өсіп жетілді. Олар сол жерге орнығып ары қарай біріншіден жаңағы тапқан дүниесін тастап кеткісі келіп отырған жоқ. Екіншіден, Қазақстанның біздің елдегі болып жатқан әртүрлі келеңсіз жағдайлар оларға қатты әсер етеді. Мынау келген кезде біздегі енді жасыратын ештеңе жоқ, біздегі бюрократизм, біздегі жемқорлық, біздегі жаңағы орыс тілділігіміз осы сол анда-санда бір келіп қыдырып кетіп қалған кісілер үшін қатты тиеді. Барған кезде айтып баратындар көп. Қазақстан десе бұның барлығы орысша сөйлейді екен, кез келген кабинетке барсаң кіргізбейді екен, 2 сағаттап күтеді екенсің деген сияқты кеңселік кедергілер көп. Осы әңгімелерді айтып барады, соны айтып барғаннан кейін әрине ол жақта аяқтатып қалады. Екінші мына жақын уақытта міне бүкіл әлеуметтік желі шулап жатыр. Солтүстік Қазақстан облысында Иранмен ауғаннан келген қазақтарға қандай үй салып бергенін, олардың қазіргі тұрмыс тіршілігінің енді бұл сол жердегі лауазымды қызметкерлердің, менің әріптестерімнің жауапсыздығы, бұл президент тапсырмасы, демек президент тапсырмасына немқұрайлы қарағандығын кесір деп есептеймін. Соның нәтижесінде бұл ақпарат тек қана Моңғолия емес, Қытай, Иран, Ауғанстан, басқа да мемлекеттің бәріне тарап кетті. Яғни Қазақстан барғандарға жағдай жасай алмайды. Енді берген үйлердің жартысы құлап жатыр дейді, анау дейді, мынау мемлекеттік телеарналарда көрсетілді. Осындай бір жағымсыз пікірлер әсер етеді. Тиісінше жағдай жасалмайды деген жайсыз ақпарат таралады дейсіз ғой. Оның үстіне шекараның арғы шебіндегі ағайын қанша дегенмен өзінің қара шаңырағы Қазақстанға қарай қамыс құлағын қайшылап, үнемі ақпараттың тынысын тыңдап тамырын басып отырады ғой. Енді кейде мынандай да пікір айтылады. Дұрыс, бұрында өзі лығып тұрған киген сауырға таяқ тиіп еді дегенде, ел егемендік алды, Қазақстан тәуелсіздігіне қол жеткізді дегеннен кейін ағайындар ағыла бастады. Келетіндер келіп болды деген. Ал ол жерде тамыр тартып, абырой артып қалатын бұлар қаялы жастарлар қалды. Балам, сендер барыңдар, біздің табанымыз тимеген жерге сендердің табандарын тиісін деп қалатындар қалды, келетіндер келіп болды деген пікірді естиміз.
Енді ол негізі қате пікір, себебі егерде үкімет жағынан жалпы дұрыстап қайтадан жағдай жасайтын болса, олардың барлығы келуге дайын тұр. Себебі қазіргі Моңғолияның қазақ жастары ерекше білімді. Мына біздің Қазақстан болашақ бағдарламасы арқылы шетелден білім алады жастар. Ол жақта ондай бағдарлама жоқ, бірақ кез келген жастардың кезіктісі барлығы Финляндияда, Америкада, Германияда білім алған жастар. Өкінішке орай ол жастар Қазақстанға келген кезде дипломдар Қазақстанда жарамсыз болады. Қызметке мен ондай біраз жастар менің алдыма келді, қызмет сұрап келді, дипломдарын қарасам, сұмдық IT технология саласының, ақпарат саласының мамандары жұмыс таба алмай 1 жыл 2 жыл сенделіп қар көріп, арбайдап базардың ішінде ақыры қайтадан көшіп кетіп қалған жағдайлар өте көп. Сол жастар әрине барғаннан кейін сондай бір негативті пікір қалдырады. Жұмыс қалмайды екен, қабылдамайды екен, қиын екен ол жақта деген бір ауыз сөздің өзі ол жаңағы ақ көңіл, сөзге сенгіш қазақ үшін жетіп жатыр. Демек онда әсіресе кейінгі буын жастардың Қазақстанға келіп жоғары білім алуына және немесе Моңғолияда басқа шетелдерде білім алған қазақ жастарының Қазақстанға келіп жұмысқа тұруы жағын заңды тұрғыда реттейтін механизмін жетілдіретін тетіктер бар десеңізші. Бар, бірнеше механизм керек. Бұл жерде біріншіден Моңғолияда алған білімдерін мойындау керек. Себебі ол да бір мемлекет, ол да кезінде Совет одағының еншілес мемлекеті болды. Оның беретін білімнің сапасы шындығына келген кезде қазіргі Қазақстанда беріліп жатқан білімнен қарағанда 5 есе артық деп мен сеніммен айтамын. Себебі Моңғолия білім саласының ақшаны қаржыны аямайтын мемлекет. Моңғолияның жоғарғы университеттерінің барлығында қазір мына Ресейдің жетекші университеттерінің мұғалімдері өздері жауапкер сабақ береді. Себебі оларда жалақы өте жоғары. Демек олар Моңғолияда алынған дипломды аккредиттеу және осында заңды деп тануды қарастыратын уақыт келді дейсіз. Бұл біріншісі. Екіншісі, мына біздің кезінде 92 жылдар аралығында көші-қон комитеті деген болды. Осы көші-қон комитеті оның облыстық департаменттермен әр аудандық әкімшіліктерде көші-қон жөніндегі маман болды. Осы үлкен бір құрылым келген қандастардың құжаттарын реттеуге, білімін алуына, орналасуына, өте бір бейімделуіне ерекше бір көмек жасап тұрды. Себебі олар тікелей осы департаментке немесе осы маманға ғана баратын. Басқа әкімнің, оның орынбасарының немесе әлеуметтік бөлімдердің басқа есігін қағып жүгірмейтін. Ал қазіргі уақытта ол көші-қон комитеті еңбек министрлігінің ішінде бір аралас комитетке айналып қалды да, әр облыстық немесе аудандық әкімдіктерде қазір нақты көші-қон мәселесімен айналысатын бірде-бір маман немесе сала жоқ. Сондықтан да қазіргі уақытта орысша айтқанда неше түрлі посредник дегендер шықты. Мен сенің құжатыңды істеп берейін, мен сөйтіп берейін деп жаңағы ауыз жаласып, чемқорлықпен айналысып келген қазақтың қалтасына 100 мыңдап, 200 мыңдап тіпті бір құжатын аударып бергеннің өзіне 100 мыңға дейін қаржы ақша алған деген жағдайлар, осындай ұятты жағдайда олардың ертеңінде ренжуіне қайтадан кетіп қалуына мүмкіндік туғызады. Сөзіңіз аузында сіз бүгінде биліктің биігінде жүрген, жалпы күнгейіміз бен көлеңкемізді көбірек көріп жүрген көз ашық азаматсыз. Кезінде әкім Ысқақ бастап, Қайрат Бодаухан сияқты өзіміздің қандастарымыз қоштап, талай игі жақсылар өңдеп, жөндеп, күзеп, түзеп, жаңадан жазған көші-қон туралы заңның уақыт өте келе. Қазір енді жаһанданып жатқан заман ғой. Осындай кезде сол заңды да әлі жетілдіріп, кішкене толықтыру мен өзгерістер енгізетін кез келген сияқты ма? Міндетті түрде заңды толық қарау керек. Және оны қазір парламентте отырған біздің депутат ағаларымыз бар. Осы көші-қонның көшіп-қонып көрген, яғни осы саланы жақсы білетін біздегі өзіңіз айтқан Қайрат Бодаухан, басқа да білімді ағаларымыз, азаматтар бізде жеткілікті ғой. Солардың қатысуымен бұл заңды осы заманауи қазіргі заманға сәйкестендіріп бірнеше баптарын өзгеріс енгізіп, оны қолданысқа енгізетіндей уақыт болды. Оны енгізу керек дейтін уақыт өтіп барады. Енгізу керек. Себебі болашақ қалай болады? Қазіргі геосаясат жағдайларында әр мемлекеттің тағдыры қалай болады? Ол жерде халықтың жағдайы қалай болады? Сондықтан да екіншіден мына Моңғолия қазақтарының арасында да осы Қазақстаннан бір үлкен үгіт насихат жұмыстарымен пресс-тур дейміз бе, немесе басқа да бір үлкен бір әрекеттер жасау керек. Мысалы біз сияқты осы жақтың мемлекеттік қызметтік системасын, басқа да жүйелерді білетін азаматтар жіберіп халықпен кездесу ұйымдастырса, біз мысалы көрген білгенімізді айтсақ оларға, және олардың Қазақстанға деген кейбіреулерінің бәрі емес қой, барлығы деп айта алмаймын,
көзқарасын немесе ойын өзгертетіндей бір үгіт насихат жұмыстарында қоса заңмен бірге бастап кетуге сол кезде қайтарамыз. Бәрекелді. Шынында да өз құланның қасуына шүріппенің басуы дейді, біраз түйткілдің құлағын қылтитып қана қоймай, оның ішкі себебі басқа түссе баспақшыл дейді. Сіздер ыстығына күйіп, суығына тоңған азаматсыздар. Сондықтан қазір қоғамда кездесіп отырған кедергілерді сіздер көбірек көре аласыздар. Осы тұрғыдан қозғап отырмын ғой, енді айтайын дегенім, сіз жаңағы тур өзіңіздің балалық шағыңызбен тұспа-тұс келген тіл мәселесі. Сіз өзі Астаналық облыстың, бүгінгі Ақмола облысының бірнеше ауданында тіл саясаты, жастар ісі, дін істері, мәдениет мәселелері, түптеп келгенде идеология жағында басшылық қызмет атқарған азаматсыз. Сол шеттен келген қазақтың елге келіп қандас мәртебесін алғаннан кейін кездесетін тілге қатысты түйткілдер әлі де бар ғой. Тіл мәселесі тек қана қандас емес, жалпы біздің мемлекеттің қазіргі нөмір бірінші проблемасы. Қанша президентіміз айтып жатса да, біздің жаңа конституциямызда жазылған бірінші мемлекет тілі қазақ тілі, ал орыс тілі ресми тілі. Дегенмен барлық мемлекеттік органдар болсын, қай жерде бізде орыс тілі басым жүретін өтірік емес. Дегенмен де қазіргі жаңа толқын міне өзім істейтін министрлікте қазір біз іс қағаздарын 70-80% деңгейінде қазақ тілінде жазамыз. Мен өзім осы жаңағы өзіңіз айтқан тіл саясаты бөлімдерін басқарған жылдары мен осы тілдің дамуына не үлес қостым деген сұрақ туындайды. Мен осы жылдардың арасында Ақмола облысының Аршалы ауданында 70%-ға жоқ орыс, 30%-ға жоқ қазақ тұратын ауданға келіп түстім. Сол аралықтың ішінде 361 көше, 11 ауылдың атауының қазақша өзгеруіне тікелей атсалыстым. Және де сол ауданда алғашқы қазақ Аршалы айнасы деген қазақ газетінің ашылуына бастамашы болдым. Міне менің бір ғана ауданда істеген өзімнің жұмысым, бұл көп жағдайда ұран салып, тілді пайдаланып, халықты көтергісі келетіндер өте көп. Бұл мәселе ұранмен емес, мәселе бұны заңды қолдана отырып, заң жүзінде әркім, әр азамат өзінің үлесін қосу керек. Оның ішінде мысалы қазір біздің тіл саласын дамытуға қандастардың қосып жатқан үлесі өте көп. Себебі олар қай мекеме болса қазақша сұрайды, және біздің араларымызда қаншама мықты азаматтарымыз қазақ тіліндегі оқулықтарды жазуға қатысып жатыр, әдеби шығармаларды жазып жатыр. Бауыржан Қарағазұлы, Дәулеткерей Кәбірұлы деген сияқты айтыстың ақтаңгерлері, мынау жазба өлеңнің майталман жасы, Түркияға дейін барып келіп жатқан жастарымыздың өзі қазір сіңісімен өткенде осы Астана қаласындағы, Нұр-Сұлтан қаласында жаңағы біздің Моңғолиядан келген жастармен кездесуде болдым. Шынын айтсам, мен ол жастардың өмірінде көрмеген, танымайды екен. Сол жастардың ішінен мысалы бір азамат Мұратбек Қайролла, бұл Қазақстан дауысын жеңіп алған азамат. Өзгеріс Серікбай, бұл дәстүрлер бойынша Қазақстан үздік әншілердің бірі, жас болса да. Бақыт деген азаматтық Смайл центр деген тіс жөндейтін үлкен орталығы бар екен. Тілеуғалым деген баланың үш тілді, орыс, ағылшын, француз, қазақ тілдерін үйрететін орталығы бар екен. Жаңағы Қанат деген бір азамат бар, ол құрылыс саласымен айналысады екен. Бұл тек былтырдың өзінде өзінің айтуы бойынша 800-ге жуық пәтерлі үй салыпты. Сондай мына Дамыс деген азамат бар, жаңа сіз айтып отырғандай сөмкелер жасап, қазір ол сөмкелерін экспортқа, шетелге де шығарып жатқан көрінеді. Өткенде белгілі тілші журналист Мақсат Толықбай ағамызды соған бір жарнама жасап, мен бардым, маған сыйлық берді. Сол жердегі мына қазіргі екінші бізден кейінгі толқынның Қазақстанға келіп, соншама сіңісіп, өздерінің үлестерін Қазақстан тәуелсіздігіне қосып жатқанына мен риза болдым. Яғни біздің Моңғолияның қазақтары бұдан шығатын қорытынды бізге не бересіңдер деп емес, біз не бере аламыз деген сұраққа жауап бере алады екен. Яғни осы жастарымыз ешкімге жарнама жасамай, ешқандай хабарларға шықпай, кітап жазбай, үнсіз ғана 30-40-100-ге жуық адамдарды жұмыспен қамтамасыз етіп жұмыс істеп жатыр. Өз арбасын өзі сүйреп ғана қоймай, өзгелерге қолдау көрсетіп, көмек жасап жүрген азаматтардың бар екенінен біз де хабардармыз. Енді жақсы айтып қалдыңыз. Шынында да ел ішінде мынандай да әңгіме бар ғой, нағыз ел жанды, ұлт жанды азаматтар. Міне, ата жұртын аңсап келген азаматтардың көбісі, елім маған не бересің деп емес, мен өзім еліме не беремін деп еміреніп жүрген ер азаматтар көп деп естиміз. Ендеше осындай ел қадірін ел баққан ерлер білер, зер қадірін зер соққан зергер білер дейді. Жаңа өзіңіз айтып отырған Дәулеткерей Кәбірұлы
оның әпкесі Есенгүл Пәкқызы өзі Есенгүлмен үзеңгі қағыстырып Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінде бірге оқыған замандастарымыз. Міне қазақтың өнері, әдебиеті, тарихы, мәдениетінде болсын ойып алатын орны бар кәдімгі озық ойлы азаматтар баршылық. Кәсіпкер іскер азаматтарды баршылық. Орай келген осы тұста Асылбек мырза атап айтарым, мына көзқарақты көрерменнің есіне бір сала қояйық. Бүгінгі қандаспен келген қазына атты хабарымыздың құтты қонағы Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі Дін істері комитетінің жиынтық талдау және жоспарлау басқармасының басшысы қандасымыз Асылбек Байжұма мырза. Сіздің осы Астаналық облыстың бірнеше ауданында жаңа айтқандай тіл саясаты, жастар ісі, мәдениет, идеология мәселелері бойынша лауазымды қызметтер атқардыңыз. Қаншама жақсы істің жаршысы болып қана емес, бастамашысы болып басқасында жүрдіңіз. Мен осы мүмкіндікті мүлт жібермей айтарым, Асылбек мырза тілімізді тірілтіп, ұлттық құндылықтарды ұлықтауда сіздің елге сіңірген еңбегіңіз баршылық. Мен осыны қандаспен келген қазына деп ауыз толтырып айтсам болатын шығар. Деймін тәуелсіздіктің 30 жылдығы бұл біле білген адамға баға жетпейтін байлық, ең басты құндылық бұл елдің егемендігі, мемлекеттің, халықтың, ұлттың тәуелсіздігі. Ендеше осы мерейтой қарсаңында қалың қазаққа қарата қандай тілек айтар едіңіз? Құрметті қандастарым, жерлестер, аға бауырларым, 30 жыл уақыт зымырап өте шықты. Қазақстан аяғынан нық тұрды, сенімді ел, серігі мол мемлекетке айналды. 13 жастағы бала кезімізде келген біздің өзіміз 40-тан асқан қамаласатын жасқа жетіп, яғни сіздер ең алғашқы қазақ зиялыларының, Моңғолиядан Қазақстанға көшіп келген қазақ зиялының алғашқы толқыны болсақ, біз екінші толқынын қалыптастырдық дәл қазіргі уақытта. Енді міне бізден кейінгі оқыған жас балаларымыз үшінші толқынын қалыптасып тұрып жатыр. Осы уақыттардың ішінде жаңағы спорт саласы, бизнес, өнер, білім, мәдениет, денсаулық, мемлекеттік қызмет салаларының барлығында да жетістіктерге жетіп жатқан бауырларымызды көрген кезде қатты қуанамыз, мақтаныш сезімі оянады. Бұл тек қана Қазақстанда емес, сол Моңғолияның өзінде де жүріп, биік жетістіктерге жетіп жатқан, Қытайда болмаса басқа мемлекетте жүріп, өзгенің елінде жүріп, сұлтан болып жүрген бауырларымыз көргенде қуанып отырамыз. Себебі қазақтың қаны таза, табиғатынан дарынды мемлекет халық болғандықтан, қай жерде жүрсе де олар адам және өзінің қазақ деген атын ешқашанда жерге қаратпайтын халықтың бірі. Сондықтан да 30 жылдық көштеріміз құтты болсын. Артымыздан ағайын туыстарымызды ертіп әкеле берейік. Жастарымыз, қазақтарымыз көбейе берсін. Ел тәуелсіздік мерекесі құтты болып, біздің еліміз Орта Азия бүкіл дүние жүзінде дамыған үлкен ұлы мемлекеттің, ұлы державаға айналу үшін біздің әрқайсымыздың қосатын үлесіміз, айтар сөзіміз болу керек. Келесі кездескенше аман болыңыздар. Рахмет Асылбек мырза. 90 ауыз сөздің толықтай түйіні қазақтың қара өлеңінде айтылады ғой. Күнде алшы, сүрсең де асығыңды, көрмейді жат жер сені тас ұрлы. Шеңгелде дүрілдейді өз жерінде, әркімнің өз елінде басы ұлды дейді. Ендеше өз еліміздің өсіп өркендеуіне қосып жүрген өзіңді үлесіңізге тағы да бір риясыз ризалық білдіре отырып, өміріңіз өрісті, қызметіңіз жемісті, тұрмысыңыз келісті болсын дегім келеді. Келесі кездескенше ардақты ағайын.